өзінше қарамаймын деп қояды, құның бір тахажжуд қой деп қояды жаңа. Пайғамбарымыз айтады, Аллаға ең қатты ұнайтын намаз парыздардан кейінгі қай намаз дейді? Тахажжуд намаз дейді. Любой проблеманы шешіп алатын намаз дейді бұны. Негізі бұл намаз мен былай атап жатырмын, абайлан. Проблема шешетін намаз негізінде бұл. Любой проблеманы немен шешіп алуға болады? Ана қазір не деймін, тиктокта бір нелер жүр ғой жаңа. Өзінше қарамаймын деп қояды, құның бір тахажжуд қой деп қояды жаңа. Қара, қыздардың өзі жігіттерді бір тахажжудпен қаратып алып жатыр қазір. Сондықтан бұл тахажжуд намазындағы ешбір тілек қайтарылмайды. Күнде ақыры өзіміз үшін сәресіге тұрып жатырмыз ғой. Сол сәресінің уақыты тахажжудтың уақыты екен. Бір кісі айтады, негізі таң намазын оқуға болады екен ғой дейді да. Қарным ашып қалмасын деп өзім үшін тұрып жатырмын дейді да сәресіге. Құдай үшін деп намазға тұрмаймыз дейді да бірақ. Қарын үшін бар ғой біз ше? Қарын үшін біраз нәрсе істейміз негізінде.